Айым, тезірек болсаң қайтеді, алатын заттарың жылдамдатып алшы. Туф, Махамбет, не болды саған асығып? Білесің ғой, мен дүкен аралағанды ұнатпайтынымды. Қазір жарайды. Міне, қалай ойлайсың? Айран алғаның дұрыс па, әлде? Айым, мен сүт өнімдерін тіптен пайдаланбаймын. Ал мұның бекер, Махамбет. Адам ағзасына қажетті пайдалы элементтер осы ақ өнімдерде емес пе? Мейлі, өзің іш, денсаулығың мықты болсын. Жарайды, олай болса, Махамбет, мен сенің көзіңді осы саланың маңыздылығына жеткізетін болам. Қалай сонда? Еліміздегі сүт өндірісіне саяхат жасайсың, Махамбет. Ал мен болсам, осы саланың болашақ мамандарын танып білуге тырысам. Сәлем достар, эфирде «Кім боламын» бағдарламасы. Біз бүгін сүт өнімдерінің технологтары жайлы кеңінен мағлұмат беретін боламыз. Ал бағдарламаның бастамас бұрын алдымен оқушылар осы мамандық жайлы не ойлайды екен, соны білейік. Еліміздің сүт өнімдерін дамытуға өз үлесімді қосқым келеді, сондықтан бұл менің бағытым. Негізі осы мамандық туралы ештеңе білмейді екенмін, хабарым жоқ, сондықтан таңдамаймын. Бұл мамандық жөнінде ештеңе білмеймін. Осы сүт өнімдерін негізі Қазақстанда дамытуға өте Қазақстан қолайлы мемлекет. Бұл мамандық біздің елімізге қажетті мамандықтардың бірі, сондықтан мен болашақта таңдап қалуым мүмкін. Сүт және сүт өнімдері маңызды жағынан халықты тағаммен қамтамасыз етуде екінші орын алады. Өндірістің бұл саласын елімізде жандандырып жатқан кәсіпорындардың бірі Foodmaster компаниясы. Қазіргі таңда компания зауыттары 100-ден астам сүт өнімдерінің түрлерін шығарады. Жыл сайын отандық нарыққа жаңа тауар ұсыну компанияның дәстүріне айналған. Сүт ешбір азық-түлік тең келмейтін аса бағалы өнім. Олай болатын реті де бар. Өйткені ағзаға оның құрамды бөлігінің 95-98% сіңеді. Сондай-ақ сүт амин қышқылдары мен макро және микроэлементтердің таптырмайтын көзі. Сондықтан сүтті сиыр шаруашылығын дамыту, сүт өндіруді ұйымдастыру және оның сапасын жақсарту, шикізаттың алғашқы қасиеттерін сақтай отырып, әртүрлі сүт өнімдерін дайындау технологиясын меңгеру, сүт өндірісін игеруге ұмтылған мамандарға қойылар басты талап. Дәмі өте тамаша екен. Достар, байқағаныңыздай, біз қазір дегустациялық залда отырмыз. Менің қасымда осы кәсіпорынның технолог мамандары. Дәл қарсы алдымда жаңа өнім өндіру менеджері Орынғайша Әбілтайқызы отыр. Орынғайша Әбілтайқызы, осы сүт өндірісіндегі технолог мамандығы туралы айта кетсеңіз. Профессия технолога. Жалпы технолог маман өндірісте сүтті қабылдаудан бастап жаңа өнім шығаруға дейінгі аралықта қызмет істейді. Мен осы өндірісте 10 жыл бойы қызмет атқарып келемін. Жаңа өнімдердің дүниеге келуін нарықтың өзі талап етеді. Сондықтан да біз бір орында тұрмауымыз керек. Әрдайым тұтынатын өнімдер аясын кеңейтіп отыруымыз шарт. Бұл өте күрделі жүйе. Жоспарлаған өнімді шығару үшін біз ең алдымен құрамдық өзгешеліктерін анықтап аламыз. Кейінірек зертханаларда толығымен зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Зерттеу нәтижелері талаптарға сай болса, біз алғашқы үлгісін шығаруға кірісеміз. Ал сапа және маркетинг бөлімінің мақұлдана ие болғаннан кейін өнім өндірісіне белсене кірісеміз. Очень востребованная, я считаю, что это очень востребованная профессия. Сүт өндіру шаруашылығы дәстүрлі түрде кең етек жайған Қазақстанда Foodmaster компаниясы өз іргесін 1995 жылы қалады. Қазіргі таңда республиканың түпкір-түпкірінде компанияның 4 зауыты, 16 сауда филиалы және 2 сүт тауар фермасы бар. Айым, сүт өндірісінің үдерісі осы цехтан басталады. Мұнда өнім салынатын құрылғыны зарарсызданып тазалайтын автоматтандырылған жүйенің арқасында сүт зауыты көп сатылы бақылаудың жүйесінен өтеді. Махамбет, Алматы технологиялық университеті сүт өнімдері технологын 1997 жылдан бері дайындап келеді. Осы саланың мамандары университет қабырғасында білімдерін қалай шыңдайды? Жалпы сүт өнімдері технологы деген кім? Менің бүгінгі мақсатым осы сауалдардың жауабын табу. Сүт өндірісі саласында технолог мамандарды даярлайтын тағам өнімдерінің технологиясы кафедрасы 1986 жылы құрылды. Кафедра өзінің білім беру қызметін қоғамдық тамақтандыру және ұйымдастыру мамандығы бойынша инженер-технологтарды дайындаудан бастады. Ал бүгіндері азық-түлік өнімдерінің технологы мамандығына қабылданған студент 3-ші курстан бастап салалық бағыт бойынша таңдау жасайды. Алғаш бізге студенттер жалпы азық-түлік өнімдерінің технологиясы мамандығына келіп түседі. 2-ші курс тамамдағаннан соң 3-ші курстан бастап әрқайсы жеке мамандықтарға
бөлінеді. Біз 3-ші курстан бастап сүт және сүт өнімдерінің технологтарын жеке даярлаймыз. Қазіргі таңда сүт өнеркәсіптері біздің елімізде жақсы қарқынды дамып жатыр. Сондықтан осы кәсіпорындарға технолог мамандықтары жетіспейді. Біздің міндетіміз осы кәсіпорындарды жоғары білімді қызметкерлермен, яғни технологтармен қамтамасыз ету болып табылады. Студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстары техникалық жоғары оқу орындағы білім беру жүйесінің бөлінбес элементі және оқу үрдісінің құрамдас бөлігі. Ғалымдардың жетекшілігімен соңғы 3 жыл ішінде студенттер мен магистранттардың дайындаған 57 ғылыми жұмысы жарық көрді. Мамандықтың маңыздылығы жайлы кафедра доценті Лейла Сайлауқызынан сұрап білсек. Лейла Сайлауқызы, жалпы мамандық төңірегінде не айтар едіңіз? Біздің университет сүт және сүт өнімдерінің технологиясы мамандану бойынша маман дайындайды. Студенттерді оқытып маман дайындайды. Сүт өнімдерін өндіру саласы Қазақстан Республикасындағы тамақ өнеркәсібі саласындағы негізгі өндірістердің бірі болып отыр. Біздің мамандануда оқитын студенттер сүттің бастапқы алғаннан бастапқы соңғы дайын өнім өндіргенге дейінгі барлық технологиясымен танысып білім алып шығады, толық білім алып шығады. Қазіргі сүт өнеркәсібі салаларында көптеген қондырғылар шетелден келген жаңа технологиямен өндіретін қондырғылар. Бұл қондырғылар жұмыс істеудің маңызы өте зор. Студенттер ішуге жарамды сүттен бастап, ішуге жарамды сүт, қаймақ, кілегей, қою сүт, қант қосылған қою сүт консервілері, сары май, йогурт, сүттің әртүрлі түрлері және ұлттық сүт сусындары, қымыз, шұбат өндіру технологиясымен толық танысып білім алады және сол технологияны олар өндіріске барып, тәжірибеден өту арқылы өз білімдерін ары қарай жетілдіреді. Елімізде қарқынды жұмыс істеп тұрған 5 кәсіпорында кафедраның оқу өндірістік зертханасы бар. Бұл студенттердің білімін тәжірибе жүзінде ұштастыруға мүмкіндік береді. Достар, дәл қазіргі сәтте мен сүт және сүт өнімдерінің технологиясы деп аталатын университет зертханасында тұрмын. Мұнда студенттер сүттің құрамындағы қоректік заттарды тиімді пайдалану мен қосымша өнімдер шығару жолдарын қарастырады. Қарым-қатынас түрлері барлық білім беру және ғылыми іс-шаралар аясын қамтиды. Кафедра қызметкерлері Мәскеу мемлекеттік қолданбалы биотехнология университетінің ғалымдарымен тығыз байланыста еңбек етеді. Міне достар, осы мамандықты игеріп жатқан студенттерімізбен ой бөліссек. Сәлем қыздар. Сәлеметсіз бе? Есімдерің кім болады? Мен атым Маржан, мен атым Әселі. Нешінші курста оқисыңдар? Біз 3-ші курста оқимыз. Маржан, сүт және сүт өнімдерінің технологиясы жайлы әңгімелеп берсең. Және осы мамандық сені несімен қызықтырды? Біз осы мамандығымызда сүттің, яғни оның құндылығын, сапасын, қандай ассортименттен тұратынын, адамға қандай пайдалы жақтарын білуге тырысамыз. Бұл мамандық мен негізінде қатты қызықтырды, өйткені қазіргі кезде сүт ол ең бағалы және адамға денсаулығына ең құнды тағам болып саналады. Сондықтан қазіргі кезде бұл өте кең таралған мамандық деп ойлаймын. Түсінікті. Әсел, университет қабырғасында қандай пәндер қамтылады? Жалпы біздің оқып жатқан университет қабырғасында, соның ішінде біздің мамандығымыз ол сүт өнімдері болып табылады. Соның ішіндегі ең маңызды мамандықтардың бірі ол азық-түлік өнімдерінің сапасын бақылау мен және бағалау болып есептеледі. Сонымен қоса сүт өнімдері де бар. Бұл сабақтарда біз яғни сүттің органолептикалық қасиетін, физика-химиялық қасиеттерін зерттейміз. Олардың иісін, дәмін, түсін анықтай аламыз. Рахмет. Қазіргі нарықтың сұранысына сәйкес білім беру үрдісін жетілдіру бітірушілерге деген сұранысты қамтамасыз етеді. Сондықтан да сүт өндірісі саласында мамандар әзірлейтін бұл жоғарғы оқу орны негіздік және кәсіптік дағдылардың тиімді қалыптасуына көмектесетін инновациялық білім беру бағдарламаларына сүйене отырып, түлектерін өз ісінің маманы ретінде даярлап шығарады. Махамбет,
Табиғаттың ең құнды өнімі болып табылатын сүтті және оның өндірісін зерттеуден қызығушылық тапқан студенттеріміз міне осылай маман болып қалыптасып жатыр. Ал енді кезек өзіңде. Сүт өндірісіндегі жаңалықтарыңды жалғастыра отыр. Мына зауыттағы барлық қондырғы, құрғылардың барлығы орталықтанған автоматты түрде жуып шаятын циф жүйесі арқылы тазартылады. Мұндай тазарту жүйесін кез келген зауыттан кездестіре алмайсың. Кез келген сүт өнімдерін шығаратын зауыттың сүтпен қамтамасыз ететін шаруа қожалықтары болады. Қазіргі таңда компанияның Қазақстанның экологиялық таза аймағында орналасқан 2 сүт фермасы бар. Ферма жұмысшылары қол астындағы малдың аурудан аман болуын қадағалап, өнімнің санитарлық эпидемиологиялық талапқа сәйкес келуін бақылауда ұстайды. Біз қазір қай цехқа келдік? Осы цех ашытқы цехі дейміз. Демек, бұл жерде ашыту процесі жүреді. Қалай жүреді сонда ашыту үдерісі? Сүтті қабылдап алғаннан кейін біз оны термизациядан нормализацияны жасап, пастеризацияны өткеннен кейін осы танктерге қабылдап аламыз. Осы танктерде ашытқы процесі жүреді. Осы танктерде мысалы 42 градуста ашытсақ, сосын біздің продукт осы охладитель деген жерден суытып, буферный танкке жөнелтеміз продукцияны. Бұл жерде әр өнімге байланысты әр танкте әр түрлі температура тұра ма, әлде барлығына ортақ температуралық қалып бар ма? Ол әр бір продукцияға белгілі бір температура болады. Мысалы, сметана деген қаймақ ашытқанда біз 27-28 градуста ашытамызда. Сосын термофильный продуктілерге 38-43 градусқа дейін температураны жасаймыз. Термофильный деген демек ол айран сондайлар ма? Термофильный деген ол йогурт, мысалы простокваша. Сыйымдылығы 10 тоннадан асатын мына танкерлерде сүт өнімдеріне қажетті ашытылған жартылай дайын өнімдер сақталады. Олардың орташа сақталу мерзімі 7-8 сағатты құрайды. Қазақстанда жалпы сүт өнімдері көлеміндегі сүтті тұтыну нормасының үлесі 63,5% құрайды. Еліміз осы көрсеткіш бойынша Ресей мен Беларусиядан әлдеқайда артта қалып отыр. Басты себеп кеңес одағы ыдыраған тұста көптеген ірі сүт фермалары жабылып қалды. Алайда тамақ өнеркәсібінің бұл түрін дамыту бүгіндері басымдыққа ие. Себебі сүт және сүт өнімдерін өндіру тиімділігі халықтың өмір сүру деңгейіне әсер етеді. Расыменде сәбилеріміз бен аналарымыздың жалпы жас ұрпақтың денсаулығы үшін мұндай отандық өндірістің орнын ештеңемен алмастыруға болмайды екен. Менің бүгінгі сапарымда соған көзім жетті. Түсінікті. Олай болса, мен сені университет алаңында күтемін. Кешікпей кел, Махамбет. Махамбет, халқымыз табиғаттың өзі дайындаған тамаша тағам деп бағалайтын сүттің және одан жасалынатын өнімдердің әзірлену жолдарына қанық болған шығарсың. Мұның расайым. Дегенмен де бұл өкінішке орай сүтке деген қызығушылығымды арттыра түскен жоқ. Ол жағын енді өзің білесің, талғамға талас жоқ. Дегенмен де менің бір байқағаным өндірістің бұл саласының еліміздегі көкжиегі кең екен. Әрине, ең бастысы сүт өнімдерінің технологиясына бейімділік танытар жастарымыз көбейсе болғаны. Ал біз бағдарламамызды аяқтай келе, жақсы маман, қашанда тапшы маман екендігін қайталаудан жалықпаймыз. Кездескенше.